Аллах Тағала Духа сүресінің 132 аятында Астағфирулла وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا صدق العظيم. Отбасыларында намаз оқуға бұйырыңдар, және оған өзің де көңіл бөл деді. Осы аят түскен кезде Омар радиаллаху анху: Я Расулаллах, нақи анфусана, біз өз-өзімізді Алланың азабынан сақтап, әмірлерін жасай аламыз. Факайфа лана би ахлина, отбасымызды қалай сақтаймыз, қалай қадағалаймыз дегенде, фақала саллаллаху алейхи вассалам айтты: Танхаунахум амма нахакумуллаху деді. Аллах Тағала сендерді не нәрседен тыйған болса, оларды тыйыңдар отбасыларны. وَتَأْمُرُونَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ. Аллах Тағала сендерді не нәрсені әмір еткен болса, оларға да әмір етіңдер, отбасыларын да соған қадағалаңдар деді. Бұл хадис имам Бухари, имам Муслим жеткізген. Құрметті жамағат, отбасымызды Алланың әміріне тыйғаннан тыйылуды біздер қадағалау керекпіз. Ұрпақтарымызды салихалы тәрбиелеу керекпіз. Алла субхана тағала отбасымызды Құранға, хадиске имани амал ететін үмметтерден болуымызды нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.